Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің құрылғанына биыл 100 жыл. Ғасырда еңсерген білім ошағында мерейтой аясында облыстық семинар өткізіліп, педагогтар мен студенттер тәжірибе алмасты. Саран қаласында өткен семинар ұлағатты ұстаздардың ұлы көшін жалғастырып, ойы озық, бәсекеге қабілетті ұрпақ сабақтастығын байланыстыру тақырыбында өрбіді. Танымдық жиынның алғашқы бөлігі ұлағатты ұстаз Тәуелсіз Қазақстанның төл оқулықтарының негізін қалаушы Күлжан Жүнісқызының өмірі шығармашылығына арналды. Жастарға із қалдырған ғалым жайында еске алып, білім беруге қосқан үлесі айтылды. Жан-жақта Қарағанды, Ақтас қаласы, сосын өзіміздің іргеміздегі Абай атындағы мектептегі түлектерімізді шақырып, бір облыстық семинар ұйымдастырдық. Бұл жердегі мақсатымыз ұлағатты ұстаздардың көшін жалғастырып, ойы озық, бәсекеге қабілетті ұрпақ сабақтастығымен байланыстыру. Күлжан Жүнісқызына өмір бекер зая өтпепті құр деген өнеге сағатымен басталды. Семинарға қала кент мектептерінің бастауыш сынып мұғалімдері де жиылған. Одан бөлек осы оқу орнында еңбек еткен ардагер ұстаздарды арнайы шақыртылған. Ғұмырын білім саласына арнаған зейнеткер педагогтер студенттермен пікір алмасты. Түрлі бағытта зертханалық әдістемелер көрсетіліп, шәкірттердің қарымы байқалды. Осы отырған оқушылар, студенттар ертең жан-жаққа тарап кетеді. Сонда айтады, біз сол 100 жылдығы толатын жылы сол колледжде болып едік дейді. Мен ойлаймын, осы уақытқа мысалы Байтұрсыновта айтқан ғой, не керек жастарға дегенге? Білім керек, күш керек, қайрат керек, сосын барып байлық керек деген. Оның барлығы кәсіп қой. Мен ойлаймын, осы уақытқа мысалы Байтұрсыновта айтқан ғой, не керек жастарға дегенге? Білім керек, күш керек, қайрат керек, сосын барып байлық керек деген. Оның барлығы кәсіп қой. Соның барлығы осы балалар өз бойларына жаратады деймін. Күлжан Жүнісқызы жайлы жылы естеліктермен бөліскен шәкірттерінің айтуынша, жалпы саны 182 ғылыми және оқу әдістемелік еңбегі жарық көрген. Ғалымның өнегелі өмірін насихаттай отырып, өскелең ұрпақты білім беруге баулу басты мақсатымыз дейді семинар ұйымдастырушылар. Оқулықтар мектеп қабырғасында да қолданысқа енген. Семинар барысында ұлағатты ұстаздың табиғаттану кітабынан алынған әңгімесі қойылым ретінде ұсынылды. Оқулықтарды жазар кезеңде бұл кісі тек қана Қазақстан ғана бойынша емес, Моңғолияда 112 сағат осы кісі лекция оқыған екен. Қазақ мектептерінде осы оқулықтарды сол кезеңде эксперименттік түрде сол жақтардың сынақтарын өткізді. Прибалтика барған есімде. Бұл кісіні біз әріне сағынамыз. Сөйтіп отырып, барлық жаңағы еңбектерін, ол кісінің сөздерін еске алып, соны өмірде жас ұрпақтарды тәрбиелеуге қолданамыз әрине. Жиын барысында бастауыш сыныптың жаңашыл мұғалімдерінің әдістемелік тәжірибелерімен алмасу, ұрпақ сабақтастығын жалғастыру жайда назардан тыс қалмады. Мектеп табалдырығын аттаған шәкірттерді кітап оқуға баулу мен ғылымға ден қою үшін жұмыс жасаудың жемісті әдістері айтылды. 100 лет большая дата. Біздің колледждің 100 жылдығы үшін өте қуаныштымыз. Тағылымы мол жылдық жоспар жүзеге асуда. Осыған дейін бірнеше елдің ғалымдары қатысқан халықаралық конференция өтті. Түрлі семинар, ғылыми жұмыстар жасалды. Күлжан Жүнісқызы жайлы бүгінгі семинар соның жалғасы. Білім сапасын арттыру мақсатында үнемі ізденіс керек. Сол талпыныс арқасында колледж жаңашылдықтарға қадам жасап келеді. Алда үлкен жоспарлар бар. Солардың жүзеге асу үшін осындай жиындар өте маңызды. 8 жыл бұрын мұнда Күлжан Жүнісқызының атынан дәрісхана кабинеті де ашылған. Колледжде 100 жылдық аясында өткен облыстық семинардан бөлек әлі де көптеген шаралар жоспарланған. Ал Абай атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледждің ғасырлық мерейтойының басты жиыны желтоқсан айында өткізілмек. Мақсат Бисенаев, Нұрсұлтан Исаев, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.